Сәлем достар, сіздермен бірге Шынар Тілеумбердина. Бүгінгі видеода дәл осындай мата үлгілерінен әдемі бір құрақ шығарамыз. Ішіндегі ең әдемі деген қанық түсті үлгіні таңдап алдым. Жұмыс жасауымызға кедергі жасамау үшін осындай артық заттарының бәрін алып тастаймыз. Және мата түстерін тез ажырату мақсатында жапсырылған стикерларды да алып тастаймыз. Достар, менің парақшамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз достарыңызбен бөлісе отыруды ұмытпаңыздар. Дәл осындай мата үлгілерімен жұмыс істеу өте қатты ұнады, өйткені бұл жерде бір түстің қанық және ашық түсі бірге жүреді екен. Жоғарыдағы немесе описанияда қалдырған ссылкаға өтіп, мына детальді сызып дайындап алыңыздар. Бүгінгі біздің құрақ түрі ұшталған қарындашты бейнелейді, сондықтан мына ортасындағы деталь қарындаштың ұштағышпен өткен жері сияқты көп көрінетін болады. Қарындаштардың ұшталған жерін ақшыл түсті таңдаған дұрыс. Матаның әр түсінің ашық және қанық түстерімен жұмыс жасаймыз. Сондықтан достар, мұқият болыңыздар. Әр түстің міне ашық және қанық түстерін бөлек дайындап аламыз. Ашық және қанық түстерді пайдаланудағы мақсатымыз ол мына оң жағымыздан свет түсіп, сол жағы көлеңке көрініп тұрғандай эффект шығару. Сондықтан достар, матаны пішкен кезде өте мұқият болыңыздар. Егер матаның ақшыл түсіне осындай детальдің көк бетін қаратып сызсаңыз, бүкіл таңдап алған жаңағы екі түсті маталардың ақшыл бетіне тек қана осы көк бетін жоғары қаратып сызып дайындайсыз. Қанық түстеріне детальдің көк жағын төмен қаратып сызып шығасыздар. Сол кезде ол зеркально түсетін болады. Екі түсті матаңыз. Қарындашымыздың ұшталған жері барлық түске бірыңғай ақ түсті болады. Сондықтан осы ақ түсті бір сызып аламыз. Мінекей, жалпы барлық детальдерімізді қалдықсыз дайындау мақсатында видеоға мұқият болсаңыздар, барлығы түсінікті деген ойдамын. Мына жерде жоғарыда шыққан ссылка арқылы немесе описанияда деталь сызу деген видеоға өтіп, дәл осы детальді бірге бір жасап алсаңыздар, өз ыңғайлы болады. Бұл детальдер тігісімен бірге алынған. Жалпы 3D құрақтары детальдерден өте дәлділікті қажет етеді. Сондықтан асықпай барлық детальдеріңізді аса дәлділікпен дайындап алуға кеңес беремін. Және достар, видеоны үзбей қарап шықсаңыздар, барлығы түсінікті деген ойдамын. Сіздердің де асыл уақыттарыңызды үнемдеу мақсатында керек жерлерін асықпай, қиятын жерлерін тездетіп айландырып көрсетті. Ашық және қанық түстер дәл осылай зеркально түсу керек. Енді достар, қарындашымыздың негізгі бейнесін келтіреміз. Ол үшін алған матамыздың ұзын сызықтары болса, қандай да бір, соны ұзындығына жібереміз. Барлық ашық түстерге деталіміздің көк бетін жоғары қаратып сызамыз. Әр осындай төртбұрышты үлгі маталардан 3 деталь шығатын болады. Мінекей, дәл осылай ұзын лентағып бір сызып аламыз. Және достар, шетінен қалып отырған осындай қалдық маталарды да бірыңғай жинап отырыңыздар. Одан да қазір видеоның соңында қалай құрау керек екенін көрсетемін. Достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, қазақ тілді контенттерді қолдау ретінде өз достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Видеоға мұқият болыңыздар.
матамыздың ашық түс жағы дайын болды. Енді қою жағын мына детальдың көк бетін төмен қаратып сызатын боламыз. Ең алдымен жолақтарымызды сызып қиып аламыз. Мінекей. Мына шетіндегі жолақтарды да бірыңғай жинай береміз. Видео соңында бір әдемі құрақ түрін көрсетемін. Мінекей, жолақтарымызды бір қиып дайындап алып, деталіміздің көк түс жағын төмен қаратамыз. Алдындағы деталімізге зеркально түсу үшін. Мінекей, видеоға мұқият болыңыздар. Дәл осылай, достар, барлық түстегі маталарды дайындап аласыздар. Мінекей, қазір ақты, міне қарындаштың ұшталған жері дәл осылай қойылады. Барлық түске ақ қойылады. Мінекей, барлығын дайындап алғанда қалған қалдықтың түрі осы. Барлық детальдарымыз дайын болса, тігіп бастаймыз. Ең алдымен оң жағын бірін-біріне біріктіріп қосып аламыз. Міне осылай қойғанда екі жақ басынан үшбұрыштар шығып тұру керек. 0,5-0,7 сантиметрге дейін. Сол кезде, арасын ашқан кезде, ол бір тегіс бір жолақтың бойында жататын болады. Мінекей, қараңыздар. Міне, дәл осылай. Үшінші деталіміз ұшын дәл солай тігеміз. Мінекей, сол жақ қарама-қарсы бетінде дәл осылай тігіп шығамыз. Барлығын дәл осылай қосып алып, тігістерін қақ-жарып, үтікпен басып шығамыз. Мінекей. Және түс үйлесімділіктерін келтіру үшін бір жинап аламыз осылай. Мінекей. Кейін тағы да жолақ қып қосып барып, бірін-біріне қосатын боламыз. Видеоға мұқият болыңыздар. Мінекей.
Барлық детальдерді дәл осылай біріктіріп, үтікпен бір басып шығу керек болады. Мінекей. Енді осыны әдемілеп қойып алып, қазір тегістейтін боламыз. Ол үшін төменгі жағын осылай қиып, жоғарғы жағына барып жалғаймыз. Қазір барлығын төменгі жағын кесіп, жоғарына бір жалғап аламыз. Содан кейін өзара қосамыз. Төменгі жақтарынан қиып, жоғарыға жалғап, тегістеп, бір басып үтіктеп алып, мінекей қазір енді оңай өзара қосып шығамыз. Өзіңізге қажетті өлшемде балалардың бөлмесіне төсек жапқыш немесе жерге төсеніш тігуге өте қолайлы құрақ түрі. Дәл осы қарандаштар жиынтығынан не жасағанымды келесі видеода көрсетемін, және осы құрақ түрінен қалған қалдықтардан не жасағанымды да келесі видеода күтіңіздер. Жалпы қалдықсыз құрақ деген осы. Достар, менің жұмысымды бағалай кетіңіздер, өз достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар.